Қайырлы күн достар, менің каналыма қош келіпсіздер. Бүгін сіздермен қытырлақ Наполеон самсасын жасайтын боламыз. Алдымен менің каналыма тіркеліп, видеоның соңына дейін қарап, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Бізге қажетті заттар: бөлме температурасындағы суымызға тұзымызды салып, оның үстінен електен өткізілген ұнымызды қосамыз. Жақсылап араластырамыз. Одан кейін қалған бөлігін салып, қолымыздың көмегімен орташа жұмсақтықтағы қамыр илейтін боламыз. Яғни біздің қамырымызға тек қана су, ұн, тұз, 3 қана зат қосылады. Басқа затты қосудың қажеті жоқ. Қамырларыңыз орташа жұмсақтықта болады. Илеп болғаннан кейін 15 минутқа тындыруға қалдырамыз. Ол аралықта салмасын дайындаймыз. Мен жуа, асқабақ және етті қолдандым. Сіз қалауыңызға қарай өзгертсеңіздер болады. Барлығын ұсақтап турап бір ыдысымызға салып аламыз. Асқабақ негізі өте дәмді болады. Самсаға қолдансаңыздар. Асқабағымызды турап болғаннан кейін үстіне фаршымызды қосып, дәміне қарай тұз және қара бұршымызды салып, араластырып аламыз. Қамырымызды бір қайтара илейміз. Илеп болғаннан кейін тағы да 10 минутқа қалдырасыздар. Менде 2 зуала болды. Енді оларды жаямыз. Ұнымызды сеуіп, қолымыздың көмегімен үлкейтіп аламыз. Одан кейін оқтаумен ақырын жаямыз. Қамырымыз жұмсақ болғандықтан оңай жайылатын болады. Дөңгелек етіп, біркелкі қылып жайып аласыздар. Қамырымызды жайып болғаннан кейін бетіне сармай жағамыз. Сармайды ерткен жоқпын. Ерімеген, бөлме температурасында тұрған күйінде жағып, қолымыздың көмегімен барлық жеріне біркелкі етіп жағып алдым. Одан кейін оқтаудың көмегімен осылай біріктіріп, одан кейін ортасынан кесеміз. Бешбармақтың қамыры сияқты кесіп аласыздар. Және де ортасынан ұзынша етіп кесіп, холодильникке жарты сағатқа салып қойдым. Сол аралықта сармайлары қатып шығады. Осылай бөліктерге бөлесіздер. Одан кейін үстіне кеспе сияқты турап, жаңағы самсаларымыздың қамырын бетіне қойып шығасыздар. Яғни осылар қытырлап бөлек-бөлек болып шығатын болады. Яғни бұл Наполеон самса, қатпарлы самса болғандықтан Наполеон дейді. Енді ақырын жайып, жаңағы қытырлақ беті сыртына қарап тұрады. Салмасын саламыз да 4 бұрыш етіп түйеміз. Барлық шетін біріктіріп, осылай түйіп аласыздар. Енді бетіне жұмыртқаның сарысын жағып шығамыз. Барлық жеріне біркелкі етіп. Жұмыртқаның сарысын жағып болғаннан кейін бетіне мак немесе күнжіт сепсеңіздер болады. Қызып тұрған пеште қызарғанша пісіріп аласыздар. Сонымен бізде өте қытырлақ, өте дәмді самса шығатын болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздермен болған Айдана. Менің каналыма жазылып алуды ұмытпаңыздар.